Сәлеметсіздер ме 9-шы сынып оқушылары, 3-ші тоқсан бойынша тжб тапсырмасы 1-ші нұсқа. Алда 2-ші нұсқа есебі де шығады және жаңа нұсқалары да шығатын болады. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Бірінші тапсырма. Сол және оң бағандар арасында сәйкестікті орналатыңыз дейді. Бізде бірінші қараңыздар 240 градус екен. 240 градусты мен радиан түріне алмастыру үшін пи бөлінген 180 градусқа көбейтеміз, иә? Ал енді қараңыздар, 240 пен 180 60-қа қысқарады. 240-ты 60-қа бөлсек 4 болады, 180-ді 60-қа бөлсек 3. Сонда 4π бөлінген 3 шығады. Демек, бірінші, яғни 240 градусымыз 4π бөлінген 3-ке сәйкес. Сонда Д жауабына сәйкес деп жазамыз. Екінші, қараңыздар, 48π бөлінген 9. Енді бізде радиан түрінде берілген, бұны градус түріне сәйкестендіру үшін біз оны 180 градус бөлінген пиға көбейтеміз. Пи мен пи қысқарады, 9 мен 180-ді қысқартамыз, сонда 180-ге 20 градус қалады. Енді 48-ді 20 градусқа көбейтетін болсақ, бізде 960 градусқа тең болады. Демек, екінші бізде ол В жауабымен сәйкес. Келесі, екінші есеп. Өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Жалпы тангенс берілген жазайық. Тангенс альфа қосылған косинус альфа бөлінген 1 қосылған синус альфа. Осы жерде тангенс альфа деп отырғанымыз ол синус альфа бөлінген косинус альфа. Қосылған косинус альфа бөлінген 1 қосылған синус альфа. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Мұнда 1 қосылған синус альфа жетпейді, ал мұнда косинус альфа жетпейді бөлшектің бөлімінде. Енді біреуін ғана жазамыз. Сонда косинус альфа жақша ішінде 1 қосылған синус альфа деп жазайық. Енді алыммен жұмыс жасайық. Синус альфаны 1-ге және синус альфаға көбейтеміз. Сол кезде синус альфа қосылған синус квадрат альфа болады. Қосылған косинусты косинусқа көбейтсек, косинус квадрат альфа болады. Енді бұл жерде қараңыздар, мына жерде синус квадрат альфалар, синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның қосындысы ол 1-ге тең. Сонда бізде синус альфа қосылған 1 болады алымында, ал бөлімінде косинус альфа 1 қосылған синус альфа. Енді алым мен бөлімін қысқартамыз. 1 қосылған синус альфаларды, сонда бөлшектің бөлімінде косинус альфа болады. Сонда косинус альфадан 1 деген жауабымыз шығады. Келесі, үшінші есеп. Бұрышты анықтайтын радиус бір шеңбердің нүктесінен өтеді. Яғни В деген бізде мынадай нүкте берілген екен. Нүктенің жазайық. Минус түбірасты 3 бөлінген 2 және 2-ден 1. Енді бізде синус альфа, косинус альфа және тангенс альфаны сұрап жатыр. Енді осындай нүкте берілген кезде, қараңыздар, мынау x, y деп білеміз ғой нүктені. Енді сол кезде мынау біздегі косинус альфаға тең деп аласыздар, бірінші тұрған мәнді. Екінші тұрған y мәні оны синус альфаға тең деп аласыздар. Енді осы бойынша жазайық. Сонда синус альфа 2-ден 1-ге тең, косинус альфа минус түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең, ал тангенс альфа деп отырғанымыз ол синус альфа бөлінген косинус альфа. Сонда біздің синус альфамыз 2-ден 1 бөлінген косинус альфа минус түбірасты 3 бөлінген 2. Енді біз мына бөлуді көбейтуге айналдырамыз. 2-ден 1 өзгермейді, көбейтілген минус 2 мен түбірасты 3-тің орындары ауысады. Сонда 2 мен 2-міз қысқарады. Сол кезде бізде жауап минус 1 бөлінген түбірасты 3. Бөлшектің бөлімдегі түбірастыдан құтылу үшін біз не істейміз? Түбірасты 3-ке көбейтеміз. Сонда минус 3-тен түбірасты 3 деген осындай жауапты аламыз. Келесі, төртінші есеп. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Төртінші есеп, өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Алдымен берілген жазып алайық. Косинус альфа бөлінген 1 қосылған синус альфа қосылған косинус альфа 1 минус синус альфа көбейтілген синус 2 альфа. Енді осы жерде жаза кетейік. Мына жерге синус 2 альфа деп отырған сол 2 синус альфа көбейтілген косинус альфаға тең. Осы бізде осындай формула бар. Жақшаның ішін орындаймыз. Ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда 1 минус синус альфадан беремін және 1 қосылған синус альфадан беремін. Тең, мына жерге жазайын. Бөлшектің бөлімін біреуін ғана жазайын. 1 қосылған синус альфа
1 минус синус альфа. Енді алдымен жұмыс жасайық. Косинус альфаны бірге көбейтсек, косинус альфа болады. Минус косинус альфа көбейтілген синус альфа. Қосылған косинус альфаны бірге көбейтсек, косинус альфа болады. Қосылған косинус альфа көбейтілген синус альфа. Көбейтілген, мен мына жерде синус 2 альфаны 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа деп жазып алайын. Енді алымында косинус альфа, синус альфаларымыз кетеді. Сол кезде енді бөлшектің бөлімін қарайық. Мына жерде 1 минус синус квадрат альфа шығады. Сол кезде біз былай жасайық. 2 косинус альфа алымында. Енді қараңыздар, косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа тең 1 деген бізде формула бар. Осы формулаға сәйкес біз 1 минус синус квадрат альфаны косинус квадрат альфаға тең деп жаза аламыз. Көбейтілген 2 синус альфа косинус альфа тең. Енді қысқартуды орындайық. Косинус альфаларымыз қысқарады. Тең, сонда 4 синус альфа қалады екен. Келесі 5-ші есеп. Бұл жерде біз келтіру формулаларын қолданамыз. Мен әдейі мына жерге көрсете кеттім. Ал ендеше жазайық. Берілген 5-ші есеп. Тангенс пи минус альфа косинус пи плюс альфа көбейтілген синус 3π бөлінген 2 қосылған альфа котангенс 3π бөлінген 2 минус альфа. Енді осы келтіру формулаларына қарайық. Тангенс пи минус альфада минус тангенс альфаға тең болады. Косинус пи плюс альфада минус косинус альфаға тең болады. Көбейтілген синус 3π бөлінген 2 қосылған альфада минус косинус альфаға тең болады. Және котангенс 3π бөлінген 2 минус альфада тангенс альфаға тең болады. Енді бұл жерде косинус альфалар және тангенс альфаларымыз қысқарады. Енді біз таңбамен жұмыс жасайық. Қараңыздар, 3 минус көбейтіліп тұр. Демек, бұл жерде минус 1 деген жауап шығады деген сөз. Осымен есептеріміз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда екінші нұсқасы және жаңа нұсқаларда шығатын болады.